Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте жұмсақ, үлпілдек болып шығатын пирожки дайындаймыз. Сондықтан да видеоны соңына дейін тамашалап, менімен бірге болыңыздар. Алдымен қамырын жасау үшін жылы сүт, жылы суымызды құямыз, яғни қол күймейтіндей болуы қажет. Одан кейін тұз, қант және де балғын ашытқымызды салып, жақсылап араластырамыз. Кейін ерітілген сары майымызды қосып, тағы да араластырамыз. Немесе сұйық майды қолдансаңыздар да болады. Одан кейін ұнымызды біртіндеп өткіземіз. Бұл жерде мен алдын ала ұнды електен өткізіп алдым. Және де бірден барлығын қоспаңыздар, өйткені біреуінде көп немесе аз ұн қажет болуы мүмкін. Қамырымызды жылы жерге 2 сағатқа бетін жауып қойып қоямыз, яғни көтерілуі қажет. Ал оған дейін салмасын дайындаймыз. Картопымызды ашып, суда пісіріп аламыз, және де тұзды да қосуды ұмытпаңыздар. Және бір пиязымызды турап, майда қызарғанша қуырып аламыз. Енді барлығын қосып, 3 ас қасықтай сүтімізді құйып, шанышқының көмегімен осылай езіп аламыз. Екі сағаттың ішінде қамырымыз көтерілді. Одан кейін бір басып жіберіңіздер. Қамырымызды осындай формаға келтіреміз. 2-ге бөліп алыңыздар, сонда жұмыс жасау оңай болады. Және де бұл бір бөлігінен 12, келесі бөлігінен 12, яғни 24 бөлікке бөліп аламыз. Осындай етіп бөліп алғаннан кейін міндетті түрде бетін жауып қойыңыздар, өйткені беті кеуіп қалуы мүмкін. Ең бірінші қойған жаңағы бөлігімізді алып, енді пирожкимізді жасауға кірісеміз. Осындай қылып, оқтаудың көмегімен формаға келтіріп аласыздар. Қатты тым жұқа қылып жібермеңіздер. Және де бір ас қасықтан ортасына салмасын салып, жақсылап бір-біріне жабыстырасыздар, яғни пісу барысында ашылып кетпеуі қажет. Пирожкиларымыздың бетіне жұмыртқаның сарысын жағамыз және алдын ала қызып тұрған 200 градуста 20 минуттай пісіреміз. Достар, біздің пирожкиларымыз дайын. Бұны міндетті түрде жасап көрулеріңіз керек, өйткені сондай жұмсақ, үлпілдек болып шығады. Және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаймыз. Ас болсын!